Бала кенеттен шляпасын шешіп, артындағы сыныптастарына бір ғана көз тастады. Сол сәтте-ақ сыныптасы тас мүсінге айналып кетті. Бұл қарапайым академия емес еді. Айжамал Уэнсдей жынды жеңіп, академияны құтқарғаннан кейін барлық студенттер оны пір тұта бастады. Тіпті директордың өзі оны алау кешіне арнайы шақырып, құрметті студент ретінде сөз сөйлеуді сұрады. Бірақ Айжамал мұндай нәрселердің ешқайсысына қызықпады. Ол жатақханаға қайтып келіп, қасқыр қызымен сыйлық алмасты. Қасқыр қыз Айжамалға қара түсті футболка сыйлады, ал Айжамал оған шүберек қуыршақ берді. Айжамал романын жалғастырмақ болған еді, кенет есік қағылды. Сол сәтте бөлмеге жебе ұшып кіріп, оған сурет ілінген еді. Біреу оны нысанаға алғаны анық болды. Айжамал өзінің психикалық күшін іске қосты. Алайда ол адамның түрін анық көре алмады. Осы кезде оның көзінен қара қан аға бастады. Ал сыртта жеке детектив суретке түсіріп жүреді. Ол қызыл көзді қарға оны бақылап тұрғанын білмеді. Қарға жан даусымен қарқ еткенде кенет үлкен топ қарғалар пайда болып, детективке шабуыл жасай бастады. Ол дереу көлігіне қарай жүгірді, бірақ артына қараған сәтте нағыз қорқынышты көрініске куә болды.